Өмір өзен, өмір көш керуен, өмір жалған. Содан да болар бұл жалған өмірге кімдер келіп, кімдер кетпей жатыр. Тойымсыз ажал біреуді ерте, бірін кеш алып, қайғыдан қан жұтқан сәттерде ара-тұра болып тұрады. Осындай ауыр қаза біздің де басымыздан өтті. Осыдан 1 жыл бұрын Асқар Таудай тірегіміз, қорғанымыз болған белгілі спортшы, елімізге еңбек сіңірген жаттықтырушы Үсенов Жандос Жолдасұлынан айрылдық та қалдық. Бүкіл саналы ғұмырын спорт саласына сарп етіп, қаншама чемпион тәрбиелеп шығарған халқының бір туар азаматы еді. Амал қанша, Алланың жазуына қарсы келген кім бар дейсің. Әкеміз 1960 жылы 21 қаңтарда Қызылорда қаласында дүниеге келген. Әкесі Жолдас, анасы Ділдаш 45 жыл білім саласында еңбек еткен. Отбасында 11 бала тәрбиелеп өсірген, үлгілі жанұядан шыққан. Жандос Жолдасұлы орта мектепті алтын медальмен, Шымкенттегі Қазақ химия технологиялық институтын қызыл дипломмен бітірген. 10 жасынан дойбы спортынан облыстық республикалық жарыстарда топ жарған. Ал 18 жасынан бастап ел намысын одақтық, әлемдік ареналарда абыроймен қорғай білді. Әкеміз көзі тірісінде дойбыдан ФМЖД спорт шебері, Қазақстанның бірнеше дүркін чемпион атанды. Әлемнің 25 елінде халқымыздың намысын қорғады. Халықаралық дәрежедегі төреші, спорт шебері, Қазақстанның еңбек сіңірген жаттықтырушысы. Жүздеген шәкірттері дойбыдан ел чемпиондар атанса, 2 шәкірті әлем чемпионатында топ жарған. 2 халықаралық дәрежедегі спорт шеберін және елімізде 20-дан астам спорт шеберін тәрбиелеп шығарған өнегелі ұстаз. Отбасында Асқар Тау әке, адал жар, немерелерінің сүйікті атасы еді. Ұл қызына тәлімді тәрбие беріп, барлығында ел сүйсінерліктей азамат етіп ұядан ұшырды. Тамырын тереңге жайған мәуелі бәйтеректей, жан-жағына шуақ шашқан үлкен әулеттің діңгегі де, арқа сүйері де өзі болатын. Ағайын тума дос-жараның арасында сыйлы, әрдайым орны төрде болушы еді. Тағдырға шара барма, осындай арыстай азаматымыздан айрылып, ортамыз ойсырап қалды. Бүгін әкеміздің нұрлы бейнесін, халқына, еліне тигізген пайдасын сағынышпен еске ала отырып, рухына арнап Құран бағыштаймыз. Жатқан жеріңіз жайлы, топырағыңыз торқа, жаныңыз пейіштің төрінде шалқысын, жан әке, сіз біздің жүрегімізде мәңгіге сақталасыз.